Кавказға барғандағы ұстазбен кездесуіңіз туралы бір әңгімеңіз бар еді, есіңізде болса. Шыңға шығу. Соны... Ол Кавказда емес. Кавказда емес пе? Ол сол гиперкеңістік. Ол Кавказ емес. Ол біріншіден әлі ұстазды мен кім екенін сезген де жоқпын, кім екенін. Сонда менің ойымша ол гиперкеңістікте емес, ол астрал дүниесі. Қай жерде болып еді ол оқиға негізі? Осы жерде, осы қалада мен ұйықтап жатқанда ұстазбен Кавказда ешқандай не болған жоқ. Кавказ емес. Сонда мен түсімде былай жолмен келе жатырмын бір. Алдымда таулар. Сонда жолда тұр, бір жас бала тұр, жас жігіт. Бала емес. Жасы келген адам, бірақ менден жастау. Сонда 77-ші жыл, мен 35-темін. Мен былай қарағанда, өкісі бір-екі жыл менен кішілігі бар. Түрі қандай болып көрінді сонда? Түрі сол өте сондай мұңайымды. Түрі сұлу, біраз сұлу адамды, сақалы бір кішкене, ұзын шашы. Қазаққа ұқсамайды? Жоқ, қазаққа ұқсамайды. Грузиндерге кішкене ма, жоқ, нерге сөйтіп сондай ұқсастығы бар. Армяндарға ма, былай сондай. Бірақ көбісі оның Палестинаға тұратын тұрғындардың көбісі соған. Иса туралы фильмдегі құтқарушы ұқсай ма? Ұқсайды, кішкене ұқсайды. Бірақ оның түрі былай енді ешкімде бұл дүниені түсіріп көрген жоқ. Мен болмасам, оның былай шын түрін түсіретін қазір ешқандай режиссер де, ешқандай недерге жоқ. Түрі өте қызық оның. Әр мезгіл сайын өзгеріледі. Шашы қандай болды түсі? Шашы түсі сап-сары, сарылау сондай. Сарылау, көзі күкпіңбе, күлгенде вообще сондай бала сияқты болып күледі. Бірақ ана фильмдерді көргенде біреусіне мен риза болған жоқпын. Біреусі жақында ұқсамайды. Жақын ұқсамайды біреусі. Алыстан, әсіресе американдық фильмі, ол вообще бір бөтен адамның түрлері ғой, бөтен елдің түрлері. Нағыз американец, тісі күректей. Оның беті үлкен емес, бұлай өте сондай өзгеретін, тез өзгерілетін. Сонда мен жақындап келдім. Келіп, ол маған, ал балам, жүр, менің артымнан ер деді. Мен бұл кішім жалт қарадым, бұл неге менен кіші адам, мені балам деп сүйнеді. Бірақ ердім артынан. Таудың етегіне келдік. Сонда оның етіп келген жері тәп-түп көтерілетін. Қалай дейді? Шым? Шым, түк. Осы Алатау ма сонда? Иә, осы біздің жеріміз. Осы жерде есік деген жердің соның оң жағында бірде Кремлевский стена деген сондай атағы бар. Жерсек соған ұқсайды. Алыстан ұқсайды соған. Соған бір жабысып көтеріліп бар жатырмыз. Бір қуыс бар, сол жерге отырып демаламыз. Деген тағы бірақ ол айтты. Төменге қарама. Қалай болса да, төменге қарама. Аспанға қара. Не? Көз алдыңға қара. Одан да жақсы. Төмен қарама деп сөйтіп. Сөйтіп, келе жатырмыз, әлем деген биікке қарадым. Сөйтсем, аспан жақын екен, сонда бірақ не қалды? Жартас. Жартас, бірақ жартас қалды сонда. Жап жақын мінекей. Оның жеткен жеріміз деген ол жай сондай ашық жер. Неген сезбей төменге қарап кетем. Сұмдық. Төмен қарасам бұлт тіпті төмен бір жақта көрінеді. Бұлт. Оның асты не? Шошып кеттім содан. Ол сұрады не? Төмен қарадың ба? Қарадым деді. Адамзаттың тұрғындары бәрі сен сияқты екен. Сенің де олардың қылығына үйреніп қалыпсың деді.
Ал шошығаннан кейін мен басымды тартатын болдым сол жолдан. Шымнан. Сұрады, ұстаз, жеңілдеу жол бар ма? Дедім. Бар, деді. Міне, оң жаққа былай. Енді ақырын көтерілетін сондай. Серпантинде ғой, альпинистер. Сонымен, шамың болса, енді таңдасам, бара бер, деді. Сөйтіп ол жоқ кетті. Ой, мен тез өтіп кетемін деп, бара жатырмын тез, асығып бара жатырмын. Айналма жолмен. Иә, айналма, тез көтерілем деп. Сізген ешқандай қауіп жоқ. Аяқпен жүруге болады. Иә. Иә, әбден көпірім көтеріп келе жатырмын. Бір жерде қарасам, тікенектер. Орман. Орманнан әрең шықсам, алдымда бір қуыс. Одан әрең еңбектеп шығып көрсем, алдымыз деген қар. Жатқан қар. Қарға аяқ салып былай аттап бірімен көрдім, деген өзім сездім. Қолым былай еңбектеп жөндесем, қолым түсіп кетті бір жаққа. Қарды қазып былай қарасам, қуыс. Мен түсіндім. Мен тұзаққа негізі тосқауылға түскен екен. Бұл жерде мен өтелмем ешқашанда. Оның ғана қайтадан орал, шымен көтерілгенім дұрыс болады. Қиын болса да, бірақ адасатын жер жоқ оның. Биік еңбектейсің, есе. Сөйтіп оралып келсем, ұстаз жоқ. Сонда мен түсіндім, уже соған шыққанда. Көбісі сонда қиыншылықтың маған ұстаз ақырындап маған көмектескен екен. Қалай болса, не ойдың күшімен ба, не қуаттың күшімен ба, бірақ маған жеңілдік болды. Қалған жерден жалғыз шықтыңыз. Қалған жерін әрең бәр шынтағымда, тіземде бәр қантала соған әрең соған көтеріліп, соған бұлай аунап шығып, бірнеше уақыт жаттым сонда, көтерілмай. Шыңның басында. Иә, күш жоқ. Күш жоқ, әйтеуір аспанды көрем бұлай. Көтерілу күш жоқ, бәр күш кетті соның несіне, күреске. Сөйтіп әрең сөйтімді күшімді жинап, бір жаққа баруым керек дедім. Түсініп тұрмын, бір жаққа баруым керек. Ең көтеріліп, бұлай жал-жал қарасам, алдында бір сарай көрініп тұр. Шыңның басында? Шыңның басында. Сонда ол тегіс жер болып тұр ма? Иә. Мен соған жүгіріп бара жатырмын. Жақындағанда ол жарқырай береді. Әппақ күміс сияқты соның жарқын, әшекелеген асыл тастары. Көзің ауырады соған қарағанда. Бірақ шаршамайды көз. Әйтеуір келдім сол сарайға. Үлкен баспалдақтар. Сонда сарайдың төбесіндегі есіктері ашылып, бір адамзат шықты, адам сияқты. Сарайдың есігі сонда лестницасы бар ма, баспасы? Соған баста көтеріледі. Соның бұлай дүзу площадкасында сонда есік тұр, сонда үлкен екі жаққа, екі бөлмесі. Екі ашылатын. Екі жаққа ашылғанда сонда бір енді Құдай сияқты адам шықты. Соны түсіндім. Тәңір екенді. Сонда сол әйелдің тағын дауысы шықты. 75 жылда мені таңдаған. Бұл оқиғаны есіңде сақта деді адамның баласы. Бұндай құрмет адам баласына бірінші рет көрсетіліп отыр. Деп, сізген бәрі де жоқып кетті. Мен есіме кіріп, бірталай уақыт жатым, көзім жұмсам, көзімді ашсам, осы бөлменің іші бәрі де жарқ, найзаға жарылғандай, бірақ дыбысы жоқ. Бәрі. Бөлмедегі заттар жарқырап тұр. Иә, жарқ етеді.
Сол бірнеше минут сол жарқылаған болды. Кейін ода жоқ болып кетті. Мен сонда түсіндім ұстаздың кім екенін.